оқушылар. Сабағымызды бастайық. Бүгін бізде сабағымыздың тақырыбы қорытынды сабақ болып табылады. Яғни бір апта жалпы осы топтан өткен сабақтарымызды, осы бөліп өткен сабақтарымызды қорытындылайтын боламыз. Ең бірінші бір серпінту сәтінен бастайық. Арқаға сурет салу әдісі деп айтылады. Әрбір топтан бір оқушыны шығарайық. Көздер шыға ғой. Мирас шыға ғой. Мирас шыға ғой. Және мына топтан әмір шыға ғой. Жақсы. Мен сіздерге бір заттың атын айтамын, яғни Ерасыл сен алдыға қарап тұра ғой. Саған бізге Мирас сурет салатын болады арқаға. Сен қандай сурет салып жатқанын табатын боласың. Кім сурет салады? Амина салады. Көсір Набазия. Бірінші не? Алма тапты. Келесі сөз? Таптың ба? Жоқ. Жақсы, келесі сөз. Звезда. Жұлдыз. Ерасыл саған? Жұлдыз. Тамам, сол. Бұл қораптың ішінде билеттер қорабы бар. Осы қораптың ішінен бір қағазды таңдаймыз. Таңдап болғаннан кейін айтамыз. Қағаз сала ғой. Жоқ, ашпаймыз. Ашмайды ол. Кезек-кезек таңдайық. Енді бұл барлығында телефон бар ғой, иә? Телефонның жарығын мына қағазға жағатын болса, яғни мына қағаздың артына жағатын болса, қай топ екенін жарықпен көре аламыз. Екінші топ ұпай, үшінші топ. Телефон артына жарықпен. Яғни жарықпен топқа бөлінеді. Екінші топ ұпай. Екінші топ. Қалай топқа бөліндік? Үштер мына жаққа шығып тұра тұрайық. Бір мен екі дегеніміз, кәне бөлінеміз. Тез алсаңыз. Апай, мынау бірінші топ, мынау екінші топ. Бірінші топ қазір айтамыз. Бірінші екі топтарға бөлінді. Енді бірінші ұйымдастырмасын бекіту негізінде тапсырма орындап алайық. Енді кезекпен яшықтарды таңдайтын боламыз. Бірінші топқа кезек беріледі. Айдана. 12-ші берді. Себеп бағынықты сабақта құрмалас сөйлемді табыңыз дейді. Жақын келсеңіз. Себеп бағынықты сабақта құрмалас сөйлемді. Сабақ ретте болған тұстан ерте аяқталды. Сабақ өте ерте басталды. Ол көп айында бітуге келді. Күз келсе де жаңбыр жаумады. Не ексең сонда барасың. Қайсы? Себеп бағынықты сабақта. Сабақ ерте бастаған. Дұрыс, молодец. Келістім. Екінші топтан. Көсір, тыңда. Бірінші ештаған еді. Тез жауап берейік. Салас құрмас сөйлемнің түрін анықтаңыз. Қарсылықты, мезгіл, мекен, мақсат, себеп. Салас құрмас сөйлемнің түрі. Дұрыс, молодец. Оқыңдар, мәтіннің тақырыбын анықтаймыз. Оқылы мәтіннің мазмұнына сәйкес күрделі жоспар құрыңдар. Кітабымызды ашайық. Кітабымыздың ішінде мәтін берілген. Мәтін берілген. Қараңдар, бұл мәтінде аралас құрмалас сөйлемдер берілген. Яғни бұл мәтіннің ішіне аралас құрмалас сөйлем табамыз. Бағынғы сөйлемі қайсы, басыңғы сөйлемі қайсы, сол нәрсені ажыратып жазатын болады. Мына кестеге жазатын боламыз, жарай ма? Яғни бастайық, топпен жүрсін. Біреуі бәлкі оқысын, бірге анықтап. Соның ішінен басыңға бағынаққа сөйлемдерді табатын боламыз. Жерге кестеге орындап жазамыз. Топпен.
Ал мына жерде әрқайсысы жағдайын ойлап, яғни ол басын біріктіріп, елімізде тыныштықты, бейбітшілікті сақтап отырып, бейбітшілікті сақтап деп отырған бізде бағана сөйлесін. Біріктіріп, жағдайын ойлап. Жақсы. Яғни соңғы сөйлем, бірінші сөйлем, соңғы сөйлем бағана. Сонда соңғы бейбітшілікті сақтап отырған президентіміздің көреген саясатының арқасында жеңілгенмін дегенді сен басын қосып жібермедің алып тұрсың. Жақсы, молодец. Бір, екі. Шарды ұстаймыз. Шарды көтеріп тұрамыз да, түсіріп алмай, яғни мына нәрсе ғой. Көтеріп тұрып, түсіп бара жатқан кезде қайта ұстап тұрып, мына жақта мақалды құрастырып жіберу керексің. Шарт қолдарында көтеріп қайта тұрып тұру Дайсыңа? Бір, екі, үш, Біршілік болмай, тіршілік болмайды. Жақсы, молодцы. Жүріп дегенде көбінесе бағаның қол сөйледі, иә? Келді, отырды, бүйтті, сөйтті дегенде негізгі бағаның қол сөйледі. Молодцы. Burada күшті сөйлем құралған еді, қараңдар. Бағыныңқы басыңқыға ас үйдегі теледидар семіздікке әкеліп, бағын тұр, иә? Телебағдарламалардың нәтижесінде адам күнделікті салмақ қосады. Бірақ телебағдарламалардың нәтижесінде деген бізде басын бола ма? Телебағдарламаларды көріне телесіне дейсіз ғой енді. Басыңқы, басыңқы сөйлем. Жаз келді, күн жылынып, құстар ұшып, аспан шайдай ұшып. Жаз келді, басыңқы болады, күн жылынып, құстар ұшып, екі бағаныңқы болып тұр, аспан шайдай ашылды, басыңқы болып тұр, иә? Жақсы, молодцы. Үшінші? Неге оған басылады апай? Өйткені мына жерде несі жоқ, мынандай жерші. Көрмей тұр екен, иә? Жақсы. Келесі, неліктен аралас құма сөйлем деп аталған? Бағынақы, басыңқы. Қара бүркі томаға сіздірді, оны мен томаға алмайды, кім томаға алайды. Аралас құма сөйлем сызбасы. Кәне, барлығын қатысып отырамыз. Барлық қамдағы жай сөйлемдердің бір-бірімен тек сабақтаса байланысымығы, қамдағы жай сөйлемдер бір-бірімен саласты сабақтаса байланысады. Молодец. Жазым. Аралас сөйлем әрдайым бағынақ болып келе ме? Жоқ. Апай сюда күндегі. Апай не вы видите, как это проводится? Непонятно. Молодцы. Барлығымыз жақсы сөйлемдер. Так, тыңдаймыз. Күнде жоспар құрған болатынбыз. Ол жоспар бізде төрт кезеңнен тұрады. Бірінші кезең Израиль мемлекетінің пайда болуы жайлы айтылса, екінші кезеңде Араб-Израиль әскерлерінің әрекеті жайлы айтылады. Ал үшінші абзацта бізде Араб-Израиль соғысының нәтижесі, ал соңында бізде арабтардың Палестина соғысынан кейінгі шешімі. Не үшін біз бұлай күрделі жоспар құрдық? Себебі әр осы мәтіннің абзацтарына неге қарасақ, ең бірінші абзацта Израиль мемлекетінің құрылуы, яғни Араб-Израиль соғысының басталып, Израиль мемлекетінің құрылуы болып танылды. Екінші бізде Араб-Израиль әскерлерінің әрекеті, яғни үшіншісінде бізде Араб-Израиль соғысының нәтижесі, осы Израиль мен Араб әскерлерінің арасындағы қақтығыстың нәтижесі, ал бізде төртіншісі Араб пен Палестинаның шешімі болып танылды. Біріншіден, Израиль мемлекетінің пайда болуы, Араб-Израиль әскерлерінің әрекеті, Араб-Израиль соғысының нәтижесі
Ага, молодцы. Енді. Так, мына бағалау парағын сендерге таратып қояйын. Бұл арада сендер мына 10-ға дейін бағалайсыңдар. Өз-өзіңіз ме? Жоқ, сабақты бағалайсыңдар. Түсінгенім, мағыналары қиын болды, айтар түсінбеген сияқты. Әрқайсымыз қолданамыз. Одан кейін сендерге алып келген сыйлығым бар. Бұл жай ғана тәтті сыйлық емес. Бұл арада мен әрқайсыңа мотивациялық сөздер жазып алып келген болатынмын. Соны берсем. Яғни мына сияқты сен сұрақтарға нақты жауап бердің, үй тапсырмасын керемет орындадың деген сияқты менде мотивациялық сөздер бар. Так, бірінші Шуат, сенің бойыңда ақыл мен білім тұрып тұр деген сыйлықты мен Ерасылға беріп келеді. Қандай? Сенің бойыңда ақыл мен білім тұрып тұр. Келесі, көш бастайтын көшбасшым дегенді мен Ерасылға беріп келеді. Келесі, сабаққа белсенді қатыстым деген сыйлықты мен Айдана саған беріп келеді. Молодец. Так, келесі, сен менің жарық жұлдызымсың деген сыйлықты мен Апай өтірдім. Келесі, сенің қолыңнан бәрі келеді дегенде мен Тастанға беріп келеді. Келесі. Так. Қандай ұшқыр екен деген мен Кәусарға беріп келеді. Молодец, Кәусар. Келесі. Сөйлеу мәнерін ұнайды дегенді мен Нұрды беріп келеді. Келесі мына қатарымды деп ойлайды. Бүгін тақырыпты толық меңгердім дегенді азым саған беріп келеді. Және ақылдым сенен мақтанамын дегенді. Сен ең үздіксің дегенді Аминаға беріп келеді. Сәттілік берген ол баршына берді, иә? Амина. Жалпы рахмет, екі топта өте белсенді керемет қатысты. Жалпы тақырып бойынша сұрақтарың бар ма? Түсінбей қалды. Барлығы түсінікті болды ма? Жаңашына сен ізденіп қой. Жалпы мен бірінші курста тарихтан куратор оқып тұрмын. Куратор яғни оқушының сабақ сұрап, оқушының дайындығын дайындап жүресіңдер. Сосын тарихтан жаңағы оқушыларға мен қосымша сабақ көп өткізетін дайындық ретінде қосымша сабақ өткізіп жүргенде мен сабағым оқушыларға ұнап, пайдасы тигізіп бастады. Сосын жаңағы тарихтан сабақ біліп ғой. Мен 33 куратор бар, 33 куратордың жұмысын тексеремін, қадағалаймын. Мен де оқушыларыма сабақ беремін. Зато дәрістерін